Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінде аймақтағы қылмыстық жағдайдың жай-күйіне арналған кезекті брифинг өтті. Өткен жылмен салыстырғанда қылмыстардың жалпы санының азаюы, бостандыққа шыққан адамдар арасындағы қайталанулар санының төмендеуі байқалады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жыл басынан облыс орталығында 7 мыңнан астам қылмыс тіркелді. Өткен жылдың осы кезеңінде қылмыс саны 8 мыңнан асқанын ескерсек, бұл айтарлықтай төмен. Жасалған қылмыстардың басым бөлігі немесе 57% бөтеннің мүлкін ұрлау болып табылады. На сегодня мы проводим. Бүгінгі таңда біз 15 пен 17 қазан аралығында антиқоғамдық өмір салтын ұстанатын жандарды анықтау мақсатында кезбе жедел профилактикалық шараларын, сондай-ақ 17 қазаннан бастап жер телімі, автобус жедел профилактикалық шараларын өткізудеміз. Аталмыш кезеңде тіркелген адам өлтіру қылмысы, денсаулыққа ауыр жарақат көрсету, зорлау, ұрлық қылмыстарының санының азаюы байқалып отыр. Биылғы жылдың соңғы 9 айында алаяқтың 752 дерегі тіркелді. Аталмыш қылмыс бойынша 13 құқық бұзушы ұсталды. Даже у нас имеется случай, где... Тіпті бізде алаяқтардың карта арқылы негізгі есеп-шотқа кіріп, ондағы қаржыны аударып алу деректері тіркелді. Қылмыскерлердің қарапайым азаматтардың сеніміне кіріп, 5000 теңгеден 10 миллион теңге көлеміндегі қаржыларын ұрлаған жағдайлар болған. Қазіргі таңда полиция департаменті басшысының бұйрығымен аталмыш қылмыс түрін анықтауға байланысты арнайы топ жұмыс істейді. 27 қыркүйек күні із-түзсіз жоғалған Әйгерім Шаркүбенова Ұзақованы іздестіру жұмыстары әлі жалғасуда. Бейнебақылау камералары арқылы Әйгерімнің сол күні Жайық өзенінің үстіндегі көпірге бет алғандығы анықталды. Мы не знаем, это мы... Біз анық білмейміз. Мүмкін жазатайым жағдай болып құлап кеткен шығар. Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлерімен және біздің полиция департаментінің қызметкерлерімен біз бұл істі толық қарастырдық. Қазір біз іздестіру жұмыстарын ширатудамыз. Құтқару тобымен бірге Жайық өзеніне толық тексерісті бастап кеттік. Еріктілердің айтуынша Әйгерімге ұқсас бойжеткен Переметный ауылында байқалған. Бұл ақпарат анықталу үстінде. Гүлсара Марат, Алтынбек Нышқалиев, Асылжан Қадим, Ақжайық телеарнасы.